Сәлеметсіздер ме, қымбатты менің студенттерім. Қазір қазақ әдебиеті сабақтың тақырыбы Әбіш Кекілбаевтың Үркер романы. Әбіш Кекілбаев 6 желтоқсанда 1939 жылы Оңды ауылы, Маңғыстау облысы, 11 желтоқсанда 2015 жылы Астана қаласы, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасының алғашқы мемлекет хатшысы, 1996 жылы парламент сенатының депутаты болды. Әбіш Кекілбаев 1939 жылы 6 маусымда Маңғыстау облысы, Маңғыстау ауданы, бұрынғы Гурьев облысы, Оңды ауылының Мырзайыр деген жерінде дүниеге келді. Арғы атасы Жаңайұлы Қожаназар қазақтар көшін Маңғыстауда бастап келген топтан белгілі, білікті, беделді, дәулетті адам болған. Ата шаңырағын ұстап қалған ұрпағы Жаманқұл немересі Кекілбайды үйлендірген соң 1924 жылы Оңдыда қайтыс болды. 1928-1931 жылдары асыра сілтеу тәркілеу кезінде Кекілбай мекенінен көшіп, Түркменстанның Красноводск портында жүкші, Бегдаш химия кәсіпорнында біраз жыл жұмыс жасаған болып істеп, елге 1937 жылы Баку мен Макачкала арқылы оралған соң, Оңдыдағы колхозда колхозшы, Таушық кенішінде шахтер болды. 1942 жылы соғысқа алынып, майданда 3 рет жараланып, Сталининград маңында қайтыс болады. Әбіш Кекілбайының анасы Айсәуле Жұмабайқызы дәулетті, ел ішінде аты шыққан біздің бидің отбасында дүниеге келіп тәрбиеленген еді. 1936 жылы әуелі Оңдыда колхозшы, Таушықта 1942-45 жылдар аралығында становшы, шахтер, 1945-62 жылдары Екпінді колхозында жұмыс жасаған еді. Әбіш Кекілбайының анасы Айсәуле Жұмабайқызы дәулетті ел ішінде аты шыққан бидің отбасында дүниеге келіп тәрбиеленген. 1936 жылы Оңдыда колхозшы, Таушықта 1942-45 жылдар аралығында становшы, шахтер, 1962 жылдар Екпінді колхозында жұмыс жасады. Қара жер бүлк етпестен жатыр әлі, орақ боп ғұмыр қауын жапырады, астында өмір деген бәйтеректің, жатырсан желмен ұшқан жапырағы деп Әбіш Кекілбай өзі жырлап өткендей. 1928-1931 жылдары асыра сілтеу, тәркілеу кезінде Кекілбай мекеннен көшіп, Түркменстанның Красноводск портында жүкші, Бегдаш химия кәсіпорнында жұмысшы болып істеді. 1937 жылы Баку мен Макачкала арқылы оралған соң Оңдыдағы колхозда колхозшы, шахтер кенішінде шахтер болып жұмыс жасады. Кекілбай соғысқа аттанған жылы анасының ішінде қыз бала қалады. Оның есімін Тілектес деп қояды. Әбіш Кекілбайұлы 1957 жылы Таушықтағы мектептің 1-ші сыныбына барып, 1948-54 жылдары Оңдық орталау, ал 1956-57 жылдары Үштағандағы орта мектепте оқиды. Әдебиетке құмарлығы мектеп қабырғасында басталады. 1957 жылы 5 мамыр Ленин Жылжастың белсенді ауылдық тілшісі ретінде Қазақстан комсомолы орталық комитетінің мақтау қағазымен марапатталады. 1957 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түседі. Университетте әдебиет бірлестігін басқарып,
жас талаптар шоғырын жарыққа шығарады. Соңғы курста оқып жүріп, Қазақ әдебиеті газетінде қызмет атқарады. Бұнда ол сыншылдық қабілетімен көзге түседі. Қазақ әдебиетінен кейін 1962-65 жылдар аралығында Лениншіл жас газетінде бөлім меңгерушісі болып қызмет атқарады. Әбіш Кекілбаевтың көп деген романдары бар. Шаңдос, Аңыздың ақыры, Үркер, Елең алаң, Конец легенды, Плейдея созвездений надежды, Сплоховки. Романда кіші жүз руларының Ресей империясына қосылған кездегі жағдайы суреттеледі. Шығарма негізі 4 бөліктен тұрады. Тығырық, елшілік, арбасу, айқас. Үркер романы қазақ елі басынан өткерген аса ауыр кезеңдерді 17-18 ғасырларда орын алған ірі оқиғаларды тарихи деректерге сүйеніп жазылған көп қанатты тарих шежіресін жырлайтын тамаша туынды. Ол әдебиеттегі тарихи шығармалардың қатарында белді жерден орын алатын көркемдік дәрежесі жоғары, айрықша орамды шығарма. Роман мазмұны ең басты, нағыз өзекті мәселесі қазақ елінің өз жері, өз бостандығы, дербес ел болып қалыптасу үшін талай жылдар бойы табан тіресіп жүргізген күресінің жайы айбынды асулар еді. Шығармада талай тар жол, тайғақ кешулер арқылы өткен өткелдер, жалпы алғанда дәлелді де әділетті айтылған. Шығарманың басты кейіпкерлері Тәуке, Әбілқайыр, Бөкенбай, Тевкелев немесе біздің емес бүкіл елдің атынан сөйлеген билер Қазбек, Төле, Әйтеке. Бұдан басқа да персонаждар ойдан шығарылған адамдар емес. Өмірде, тарихта болған, қоғам өмірінде өшпес із қалдырған тұлғалар және қайраткерлер. Шығармада суреттелген шытырман жағдайларда қазақ жері мен елінің тағдыры қылт үстінде тұрғанда, бостандығы мен дербестігінің сақталуы қауіпті жағдайда болып жатқанда, халық кемеңгерлігі нышанының көріне бастауы, барар жер басар тауды іздеуі әбден табиғи нәрсе. Өмірлік мәні бұл мәселелерде жан-жақты орынды айтылған. Бұл арада барынша басып талданған нәрсе сол, жалпы алғанда ел ойы мен тілегін, замана талаптары тапқан Әбілқайыр ханның оның толып жатқан жақтастарының әрекеттері барлық жақтарынан бірдей, барлық қайшылықтарымен бірге баяндалған. Мәселен, автор алдымен кіші жүз ханы Әбілқайырдың Ресейге қосылу жөніндегі антын жан-жақты сипаттайды. Сөйтіп, қазақ елінің Ресей қол астына қарау процесін сипаттап, бұл нағыз өмір шындық екенін көрсетіп тұр. Бұл шығарманың басты шығармалардан ерекше айырмашылығы мен артықшылығы сол, ол түгелдей өмірде болған оқиға желісінде жазылғандығында. Сондықтан да бұл шығарма шын мәнісінде тарих шежіресіне құрылған тарих жанрына жататын туындылардың бірі. Мұның өшпес маңызы мен тарихи төрінен орын алатыны орасан зор. Қазақ хандықтарының Ресей империясына деген көзқарасы бұған байланысты бұл мемлекетпен жақындасуға, мүмкін болса тіпті одақ жасауға бағытталған ниеттері мен әрекеттері әр жақты әңгімеленген. Бұл да әдебиетте әбден орынды екі ел арасындағы елшілік қатынастарды көрсету арқылы баяндалған. Бұл тарихи шындыққа әбден жақын. Шығармада суреттелген шытырман жағдайларда қазақ жері, елінің тағдыры қыл үстінде тұрғанда, бостандығы мен дербестігінің сақталуы қауіпті жағдайда болып жатқанда, халық кемеңгерлігінің көрінісі
керемет көрсетілген. Өмірлік мән бұл мәселелерде жан-жақты орынды айтылған. Бұл арада елдің ойы мен тілегі, замана талаптары тапқан Әбілқайыр ханның, оның толып жатқан жақтастарының әрекеттері жан-жақты талданып, барлық жақтарынан бірдей қайшылықтармен бірге баяндалған. Әбіш Кекілбаев алдымен кіші жүз ханы Әбілқайырдың Ресейге қосылу жөніндегі антын әр жақты сипаттап, қазақ елінің Ресейдің қол астына қарау процесін сипаттайды. Бұл да өмір шындығы. Бұл роман қазақ елі өміріндегі аса қиын, асулы кезеңдерді қамтитын, әлеуметтік дамудың өзекті мәселелерін әңгіме ететін кең шығарманың бірі. Тарихи тақырыбымен атқаратын идеялық рөлінің маңызы жағынан да, көркемдігі мен тіл тартымдылығы жағынан да, Үркер романы қазақ әдебиетінің нағыз төрінен өзіне лайық орын алған құнды шығарма. Еңбекте одан әрі талай жылдар бойы жоңғар басқыншыларына қарсы жүргізген жауынгершілік кезеңдерде қазақ елінің, қазақ хандықтарының Ресей империясына, патшалығына деген көзқарастары, бұған байланысты бұл мемлекетпен жақындасуға, мүмкін болса тіпті одақ жасауға бағытталған ниеттері мен әрекеттері әр жақты әңгіме болады. Бұл да әлбетте әбден орынды, өз дәрежесінде екі ел арасындағы елшілік қатынастарды көрсету арқылы баяндалады. Айрықша атап өтетін бір жағдай сол, бұл құбылыс әдеттегідей бұрынғы әдеби деректердің көбінде бір жақты айтылатындай емес, жан жақты, яғни бұның жағымды да, жағымсыз да жақтары бірдей, барынша объективті түрде сипатталған еді. Бұл тарихи шындыққа әбден жақын. Өйткені сол заманда қазақ жұртшылығының бәрі Ресеймен елдесуді жақтады. Шындықтан гөрі өтірікке жол бергендік болар еді. Автордың тағы бір әділдігі мінекей осыда. Сайып келгенде, романның негізгі мазмұны, идеялық нысаны қазақ елінің Ресей елімен, орыс халқымен одақ болуы, ынтымақтасуы қажеттігін дәлелдеуі, мұның бірден бір дұрыс, нағыз прогрестік жол екендігін айқындау, ашып айту. Сондықтан да еңбектің құрылысы, тығырық, елшілік, арбасу және айқас деп аталатын бөлімдері жаңағы алға қойылған проблемаларды көркем шығарма құрамы тіл арқылы көрсетуге бағындырылған. Бұларда қазақ елінің сол замандағы ауыр жағдайларын, түрлі әлеуметтік жіктер тартыстарды барынша толық талдау арқылы бірден бірге Ресеймен жақындасу, одақтасу мәселесіне әкеп тірейді. Автордың бұл ниетін шығармада қолданған бұл әдістерін түгелдей құптамауға болмайды. Дәл осы арада реті келіп тұрғанда, шығарманың көркемдік құндылығы жайында бір ауыз сөз айтпай кетуге болмайды. Шығарманың тақырыбы нақты тарихи, әлеуметтік мәселе болғанымен, қазақ елінің, халқының бойындағы талап тамаша қасиеттері, ежелгі парасаттылық, адамгершілік, әділдік, жақсылықты дәріптеушілік, озат өнерге ұмтылушылық, сөз қадірін жете білушілік және басқа орнымен барынша шебер студенттің жадында мәңгі қаларлықтай түрде берілген қазақ тілі қорындағы мақал мен мәтелдер, қанатты сөйлемдер, шешендік сөздер мол қолданылған. Мысалы, Тәукені күллі қазаққа орта хан сайлап 7 жарғының жосығын қабылдаған ұлы жиын аяқталғасын жиылған жұрт айтады ғой. Ертең елге барғанда айта барарлық 3 би бізге не дейді екен, соны естіп кеткіміз келеді, деп тырп етпей тұрып алады, дейді автор. Сонда 3 биден не сұрайсыздар, депті Тәуке хан. Жұрт,
Өшпей бізге ең әуелі заман құлқынан үш ауыз сөз айтсын. Енді өшпей бізге кәрілік пен жастық хақында не мәслихат қосады екен? Енді өшпей бізге ұл мен қыз хақында не айтар екен? Өшпей бізге енді адам құлқынан үш ауыз сөз айтсын. Автор осы арада бұл сауалдардың бәріне Өшпейдің, Төленің, Қазыбектің, Әйтекеннің берген мейлінше тауып айтқан жауаптарын толық келтіреді. Бұның өзі бір жағынан халық бойындағы тұнып жатқан мол кемеңгерлікті көрсетсе, екінші жағынан роман авторының ел бойындағы осындай қасиеттерді іздеп тауып алып, орнымен шебер бере білгендігін байқатады. Бұндай мысалдар студенттерді лажсыздан тартатын, үйіріп әкететін терең толғаулар романда жиі кездеседі. Осылардың өзі-ақ шығарма құндылығын, халыққа әбден қажеттілігін толтыра түседі. Қорыта келе, Үркер романы тарихи тақырыбы мен атқаратын идеялық рөлінің маңызы жағынан да, көркемдік құндылығы мен тіл тартымдылығы жағынан да түбінде ертелі-кеш қазіргі профессионалды қазақ совет көркем әдебиетінің нағыз төрінен өзіне лайық орын алатын сегіз қырлы, бір сырлы шығарма.